Тарих ғылымында төңкеріс жасап, оның көлемі мен мазмұнын өзгеріске ұшыратып, тарих әлемінің таным көкжиегін кеңейте түскен ғылым ол археология. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл Асыл мұра бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Әйгерім Сейітбекқызы. Бүгінгі хабар Сыр өңірінің археологиясына арналады. Ерте заманнан бері келе жатқан ғылымның бір саласы археология. Адамзаттың өткен тарихынан мәлімет беретін кез келген жазба мен затты осы ғылым саласы зерттейді. Сонау біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда көне грек ғалымы Платон өз деректерінде қазба мәліметтерін қолданған болса, жалпы Европа, Азия елдерінде ғылымның осы саласының қарқынды дамуы 15-16 ғасырлардан бастау алады. Ал Қазақстан жерінде бұл ғылым 19 ғасырдың 70-ші жылдары өз жұмысын бастады. Алтын Орданың төрі саналатын орта ғасырлық Сығанақ қалашығына археологиялық ғылыми зерттеу жұмыстары тарих ғылымдарының докторы профессор Сейден Жолдаспаевтың жетекшілігімен 2003 жылдан бері жүргізіліп келеді. Сығанақ қаласы Қыпшақ хандығының, Ақ Орданың, Қазақ хандығының астанасы болған ірі қалалардың бірі. Өз дәуірінде бұл қала Қыпшақ даласының гавани атанған. Сығанақ қаласы Ұлы Жібек жолы бойында 9 жолдың торабында орналасқан стратегиялық маңызы зор қалалардың бірі болып табылады. Ибн Рузбиханның айтуынша, Сығанақ базарында 500 түйе сойылып, арнайы кәуап жасалып, кешке дейін бірі қалмай сатылып кететін болған. Бұл қаланың ірі сауда орталығы болғандығын дәлелдейді. Қазір біз Сығанақ қаласының шығыс қақпасында тұрмыз. Бұл қақпа өз дәуірінде қаланың тыныштығын, қала жұртының қауіпсіздігін сақтаған. Қазба жұмысы қирату, бүлдіру процесі екендігін ұмытпау қажет. Қазба жұмысы негізінде археологиялық қабат бүлінеді, оның құрамы араласып кетеді. Қазба жұмысынан кейін тек қана траншея арқылы табылған ескерткіштің бір бөлігі, фотосуреттер, қазба жұмысы ескертпелері қалады. Сондықтан дәл тіркеу және бақылау археолог жұмысының өмірлік маңызды ұстанымы ғана емес, бұл жағдай археологиялық ақпарат архиві негізін қалайды. Археологиялық ескерткіштер қайта қалпына келмейтін ресурстар қатарына жатады. Сондықтан мақсатсыз, бағытсыз қазба жұмысы нәтижесіз. Кез келген қазба жұмысы нақты мәселені шешетін зерттеу жобасына негізделуі тиіс. Қазба жұмысы археологиялық ескерткіштерді зерттеудің шешуші сәті болып табылады. Қазба жұмысы барысында өзге жолмен алыну мүмкін емес мәліметтерге қол жеткізіледі. Археологиялық ескерткіштердің қазба қабатының өзіндік құжат болып табылады. Археологиялық қазба жұмысы нақты әрі баяу іске асатын процесс. Археологтың мақсаты әр қабаттың және объекттің пайда болуын түсіндіру. Тек қана қазып ескерткіштерді жай ғана суретке түсіріп, суреттеу жеткіліксіз. Оның қалай қалыптасқандығын анықтау қажет. Бұл ескерткіште жанасқан қабаттарды ашу және белгілеу жолымен мүмкіндік болады. Таңдаулы қазба жұмыстары стратиграфиялық және хронологиялық мәлімет алу үшін, сонымен бірге керамика үлгілерін, тас құралдарын, жануарлар сүйектерін алуда қолданылады. Негізінен қазба жұмыстары екі типке бөлінеді. Бірі вертикальді болса, екіншісі горизонтальді қазба жұмыстары. Қазіргі таңда Сығанақ қалашығына жүргізіліп жатқан қазба жұмыстары бұл горизонтальді түріне жатады. Горизонтальді қазба жұмыстары үлкен аумақты бірыңғай аумаққа жататын елді мекендерді ашу мақсатында жүргізіледі. Барлық қазба жұмыстарының стратегиясы, қазба жұмыстары және зерттеу жобасын іске асыруда қабылданған шешімдерге негізделеді. Бүгінде Сығанақ қалашығына жүргізіліп жатқан қазба жұмыстары өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Соның дәлелі алдарыңыздағы табылған археологиялық олжалар. Сонымен қатар қалада қазба жүргізіліп жатқан жерде ақбөкеннің бас сүйектері, асықтары өте көп кездеседі. Әсіресе мүйіздерін аралап, сыртқы қабығын алып тастап, ішіндегі өзегінен дәрі жасағандары да байқалады. Оны мускус деп атаған. Бұл деректерде қалада медицинаның дамуына жағдай жасалғанын көрсетеді. Қызылорда облысы көлемі бойынша 545 тарих және мәдениет ескерткіштері бар. Оның 134-і археологиялық ескерткіштер қатарына жатады. Солардың бірі қазіргі таңда археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан орта ғасырлық Сығанақ қалашығы. Сығанақ қалашығынан табылған құнды жәдігерлер қазіргі таңда музей төрінен орын алып отыр.
Қызылорда облыстық музей экспозициясынан орын алғанға дейінгі жәдігердің жүріп өткен жолы, яғни сапары қандай болады? Бірге білейік. Археологиялық қазба жұмыстары барысынан табылған тарихи жәдігерлер лагерден зерттеу лабораториясына шейін бірнеше этаптардан өтеді. Археолог өте қырағы, төзімді және ұқыпты болуы шарт. Біз қазір Сығанақ қаласында археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу барысында тарихи жәдігерді табу барысына куә боламыз. Археологтың ең бірінші өзімен бірге щеткасы мен осындай қалақшасы болуы керек. Осы арқылы археолог тарихи жәдігерді өте ұқыптылықпен қазып шығарып алады. Қазір біз құмыра ернеуіне ұқсас жәдігер тауып қазып жатырмыз. Қуаныш ағай, мына жерден құмыраның ернеуі сияқты табылып жатқан. Археологиялық лагер барысында табылған тарихи жәдігерді зерттеу жұмысы, келесі зерттеу жұмысына осындай арнайы қалталаға салып, оның тіркеу квитанциясына тіркеп, тіркеу квитанциясында сол табылған күні, бұл қандай зат, яғни құмыра ернеуі, глазурлі табақша ернеуі, яғни осы затты бір жерден табылған бір затты бір қалтаға салып, күнін қойып, репер бойынша алынған биіктігін анықтап, тіркеу қағазына тіркеп жазамыз. Археологиялық зерттеулер барысында табылған қыш ыдыстар жуылып, кептіріліп, камералдық өңдеуге жіберіледі. Келесі кезекте ғылыми зерттеу кезінде табылған қыш ыдыстарды шифрлау жұмысына көшеміз. Шифрлау барысында экспедицияның аты бірінші жазылады. Сығанақ археологиялық экспедициясы 20 жыл және қазбаның номері. Қазба номер 18. Суретке түсіріліп болған ыдыстың сызбасын сызуға көшеміз. Ыдыстың ернеуінің диаметрін анықтау үстіндеміз. Бұл үшін ыдыстың екі сызықты ұзыннан сызамыз. Сол екі сызықтың қосылған нүктесі ыдыстың ауыз ернеуінің радиусы болып табылады. Осы радиусты екеселеген кезде ыдыстың ауыз ернеуінің диаметрінің көлемі шығады. Сонда мынаны өлшейміз. Мына 11 сантиметр, 11 сантиметр тең болады. Диаметр ыдыстың 22 сантиметр. Енді ыдыстың сызбасын сызуға көшеміз. Бұл үлкен зат болғандықтан ыдысты қысқартып салуға тура келеді. 22 сантиметр, 11 сантиметр. Ыдыстың ішке қайырылған жерін өлшеп аламыз. 1 сантиметр. Ыдыстың енді келесі кезекте биіктігі өлшенеді. Сантиметр. 2 сантиметр.
сынған жерін былай келтіреміз. Енді осы салынған ыдыс ернеуінің қисығын келесі бетіне аударамыз. Оған мынандай калька қолданамыз. Енді ыдыстың қалыңдығын өлшейміз. Ыдыс қалыңдығы 5 мм. Енді ыдыстың өрнегі бар ішкі жағын оң жағына түсіреміз. Ыдыстың сырты ернеуінен 1 см төмен көк шыңылтырмен боялған. Оны келтіреміз. Екінші жағы. Іші көк шыңылтырмен боялған. Бұның ішіне қара түспен спираль тәрізді өрнектер түсірілген көк түске. Сонымен қарасаңыздар, ыдыстың ернеуінің көлемі, ыдыстың қалыңдығы және ыдыстың сыртының суреті сызылды. Бұған енді мына ыдыстың үлкендігі қандай болуын білу үшін масштаб қоямыз бұған. Енді келесі кезекте бұны ғылыми есепке дайындау үшін жаңағы түсірілген фотоға мына салынған суретті сканерден өткізіп, екеуін таблицаға түсіреміз. Ары қарай бұның ғылыми есепке дайындау үшін сипаттамасы жазылады. Осылай тарихтың сырлары ашылып, табылған жәдігерлер ғылыми айналымға түседі. Археологиялық ескерткіштер әртүрлі айқындалады. Көп ескерткішті табу оңай емес. Жоғары қабаттарда кейде ешқандай із байқалмайды. Оны кейінгі қабаттарды аршу жолымен табуға болады. Ал ғылыми зерттеулер нәтижесінде табылған ескерткіштен археологиялық олжалар табылатыны анық. Археологтар құнды артефактілерді тауып қана қоймайды, сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмысына негіз әрі бағдар болатын керекті жазбаларды түсіріп отырады. Археологтың жазба материалдарына тоқталсақ, қазба жұмысы кезінде археологтың жұмыс блокноты, ескерткіш күнделіктері толтырылып, жанында жүреді. Ескерткіш күнделігі ескерткішті қазу жұмыстарындағы барлық оқиғаларды жазып отырады. Атқарылған жұмыс көлемі, режимі, қазба жұмысы тобындағы адамдар саны және өзге де жұмыс мәселелерін қарастырады. Күнделікке барлық өлшемдер кезінде болған оқиғалар мен іс-әрекеттер тіркеледі. Бұл құжат кейінгі зерттеушілерге көмек береді және алғашқы табылған археологиялық заттарды толықтыру мүмкін. Бақылау мен интерпретация арасындағы айырмашылықты нақты ажырату қажет. Мұнда интерпретация дегеніміз экспонаттың мән мағынасын ашу. Кез келген интерпретация тіпті ол жарамсыз болса да күнделікке тіркелуі қажет. Маңызды табылған заттар мен стратиграфиялық детальдар мұқият тіркеледі. Елеусіз мәліметтердің өзі лабораторияда құнды болып шығуы мүмкін.
археологиялық қазба жұмысы табылған жәдігерлерді тасымалдау және лабораториялық құжатты толтырумен аяқталады. Іс жүзінде қазба жұмысы мәселелері біткен жоқ. Табылған заттарды сараптау, гипотезалық жобаны тексеру қажет. Сараптама аяқталған соң ескерткішке интерпретация мәселесі қолға алынады. Археолог болу үшін ерекше қасиет, қабілет болуы шарт емес. Ең бастысы, археолог өзінің отанын сүйетін, оның тарихын зерттеуге бүкіл ғұмырын арнауға тәуекелі жететін азамат болуы керек. Археолог қастерлі мамандық, сондықтан да оған көп ойланып, осы мамандықтың қиындығы мен қызығына даяр болғанда ғана келу керек. Себебі археология төзімін ақыл парасатымен ұштастыра отырып, нәтиже шығаратын ғылым саласы. Археология тарихи және мәдени мұралар көмегімен адамзаттың өткен тарихын зерттейтін ғылым. Мұралар жер қойнауында жататындықтан бұл ғылымды күрекпен қаруланған тарих деп те атайды. Археологтың ең басты құралы әрі символы ол күрек. Штык күрек дуалды аршуға пайдаланылса, ал жалпақ күрек траншеяны топырақтан тазалауға қолданылады. Күрексіз археология өзіне қажетті дерек ала алмайды, ал дерек жоқ жерде тарих жазылмайтыны анық. Республикалық маңызы бар мемлекет қорғауына алынған тарихи мәдени мұраға 2003 жылдан бері Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті археология және этнология кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымының докторы, профессор Сайден Жолдаспаевтың жетекшілігімен ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп келеді. 2004 жылы қаланың шығыс қақпасының алдынан ғалым, ислам дінінің көрнекті өкілі Хисамиддиннің 14 ғасырда салғызған мешіт медресесі табылып, 2005-2006 жылдары археологиялық қазба жұмыстары жасалды. 2007 жылы мешіт медресе топырақтан тазартылып, мәдени мұра бағдарламасы аясында қайта қалпына келтірілді. Қазіргі таңда бұл ескерткіш туристердің көзайымына айналып отыр. Сығанақ археологиялық экспедициясы жүргізген қазба жұмыстарының нәтижесінде қала 10-12 ғасырлардан 15-18 ғасырлар арасында гүлденіп өмір сүргендігі анықталды. Экспедиция нәтижелері бойынша қазіргі Сығанақ жұрты екі бөліктен, Шахристан және оған үш жағынан жанасып жатқан Рабаттан тұрады. Ұлы Жібек жолының маңызды бір тармағының бойында орналасқан Сығанақ қаласы шығыс пен батыстың көптеген ірі қалаларымен сауда, экономикалық, саяси және мәдени байланыстарда маңызды рөл атқарды. Бүгінде Сығанақ тарихи мәні жоғары орындардың бірі болып саналады. Қазір біз мына орта ғасырлық Сығанақ қаласының басты шығыс қақпасының көпірінен кіріп келе жатырмыз. Мына осы Сығанақ қаласының шығыс басты қақпасы. Қазір мына біз тұрған жерде мына тасты көріп тұрсыздар. Мына тас топса деп аталады. Мына негізі бұл қақпаның көпірі жоспарда жиналма болып жасалған. Шын жермен көтерілетін болған. Бейбіт уақыттарда кәдімгідей түсіп тұрған бүйтіп. Мынау сол көпірдің тірелетін тіреуші. Аспалы көпірдің тірелетін тіреуші. Мына қазір кіреберіс Сығанақ қаласының басты көшесі. Бұл көше Сығанақ қаласының орталығындағы цитадель деп аталады, орталығына апарады. Орталығында енді бұның ашылған қазіргі таңда басты нысандардың бірі орталық мешіт. Осы көшеміз сол орталық мешітке барады. Бұл жерде мына Сығанақ қаласының қақпасының кіреберісі осы жер болып есептеледі. Бұл жерде негізі екі қақпа болған. Мынау ішкі қақпаның орны. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, мына сақталған оқ ататын ойықтар. Мына бетіне қарасақ бұны. Бұл ойықтар мына қақпаны бұзып кіргеннен кейін қақпадан кірген жаудан қорғану үшін. Бұл оқ ататын ойықтар жоспарда сыртқы жаудан емес, қақпаны бұзып кірген ішкі жауға арналған. Мына тесіктерді көріп тұрсыздар. Осы тесіктерден қақпадан бұзып кірген жауларға іштен оқ ататын болған. Мына тесіктерден. Сосын былай қарай, осы жол былай қарай ішке қарай жалғасады. Мына жолдың оң қапталындағы сол
16-17 ғасырдағы тұрғын үй орындары. Бұл жерде 3 құрылыс горизонт сақталған. Құрылыс горизонт дегеніміз әр кезеңнің өзінің құрылыстары. Мына ең үстіңгі құрылыс, мысалы 17-18 ғасыр болатын болса, одан кейінгі құрылыс, мысалы 15-16 ғасыр қазақ хандығының кездеріне тұспа-тұс келеді. Сосын қақпаның сол жағында да мына қорған дуалдар ашылды. Осы экспедицияның күшімен. Анау жерде де көріп тұрғаныңыздар қабаттар тұр. Оның бәрі мәдени қабаттар ашылады. Құрылыстың орындары. Қақпаға жапсарлас салынған. Қарауылхана деп аталады. Жаңа күзетшілердің отыратын жері осы жолдың еш шетінде сондай құрылыстар болған. Бұл енді Сығанақ қаласының зерттелуіне келетін болсақ, алғашқы 2003 жылдан бастап бұл зерттеле бастады. 2003 жылы профессор Сейден Жолдасбаевтың бастамасымен тек практиканың күшімен бұл зерттеле бастады. Студенттердің күшімен. Ол кезде де мына құрылыс құралдарда онша аздау, кәдімгі мына зембіл деп айтамыз. Дөңгелекті арбада ол кезде аздау, зембілмен, күрекпен студенттер жаңағы палаткада жатып, үш жерде жұмыс жасады. Вагонда жатып, Қорқыт ата студенттер келді, МКТУ-дың студенттері келді, бәрі бірге жатып үш жерде жұмыс жасадық. Алғашқы зерттелуден бастап бұл жерде 10-15 нысан ашылды. Ең алғашқы зерттелген нысан мына Сығанақ қаласының қалашығының солтүстігіндегі қорған дуалының үстіне жүргізген кесік. Ол жерде сол 18 ғасырдан бастап 13 ғасырға дейінгі қабатты зерттедік. Жаңа құрылыс қабаттарымен. Бұл жерден Сығанақ қаласын айтатын болсақ, қазір ашылып жатқан нысандардың барлығы 13 ғасырға дейінгі нысандар. Кезеңі. Моңғол шапқыншылығынан кейінгі. Ал моңғол шапқыншылығына дейінгі кезеңді әлі зерттелу үстінде. Оны ары қарай қазба барысы көрсетеді. Оның қай жерде болғанын да оны әлі анықтай алмай жатырмыз. Тағы айтатын болсақ, бұл іште тағы да құрылыс орындары, үй орындары ашылды. Биылғы жоспарлаған қазбамыз археологиялық кесік деп аталады. Кесік дегеніміз зерттеу жүргізілетін нысанның орнын зерттеп көреміз. Кесіп, қима деп аталады. Қазіргі бірінші қима 15-те 2 метр көлемде қаздық. Одан қазір сол алғашқы құрылыс қабаттары ашылды. Кесектен қалған дуалдар, ошақтар, қыш құмыраның сынықтары шыға бастады қазір. Ары қарай енді зерттелу жұмыстар, ары қарай зерттеу жұмыстары көрсетеді. Сығанақ қаласының атауы ежелгі түркше қорған, қамал деген мағынаны білдіреді. Ислам деректерінде Сығанақ Дар аль-Куфр немесе дінсіздердің ордасы атанып келді. Өйткені 12-13 ғасырларда Сығанақ әлі де ислам дінін қабылдай қоймаған, Тәңірге табынған Қыпшақ хандығының шығыс астанасы болатын. Оған дәлел Сығанақ қалашығындағы әйел қорымынан табылған алтын әшекей бұйымдар. Олар бойтұмар, олар алтын сырғалар мен түймелер және тастан өңделіп жасалынған моншақ. Алтын тұмар цилиндр формасына жасалынған, екі шетінде екі ілгегі бар және ілгегі бекітілген бөлігі майда 5 жапырақты гүлмен бедерленген және көзі ретінде ортасына жасыл тас орнатылған. Ал алтын сырға дәстүрлі формада жасалынған, көзі ретінде ақ тас пайдаланылған. Алтын түйме ром формасында жасалынған, майда алтын сымдарды тамшы формасында иіп жасаған әдемі әшекей бұйымдардың бірі. Бұл дүниелер 13-14 ғасырлармен мерзімделеді. Орта азиялық зерттеулердің халықаралық институты жүргізген археологиялық қазба жұмыстары барысында 2019 жылы табылған құнды артефактілер.
2019 жылы Сығанақ қалашығына жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде қыш қаптамалар, яғни мозаикалар мен терракоталар табылды. Мозаика қыш тақталардан құралатын өнердің байырғы саласы. Ол өзінің әсемдігімен, көркемдігімен ерекшеленеді. Өз дәуірінде алтын ғасыр тұсында Рим, Византия империясында еденді, қабырғаны, төбені әрлеу үшін кеңінен қолданылған. Сығанақ қалашығынан табылған мозаика өзінің сары, көк, қою көк түстерімен көздің жауын алып, археологтардың қызығушылығын тудыруда. Ал терракота бұл саз балшықтан күйдіріліп жасалатын көсешіліктің бір түрі. Терракотаның ерекшелігі глазурленбейді, яғни жылтыр, жалатпа жағылмайды. Терракота өсімдік тектес ою өрнектермен безендірілген. Ою өрнек орта тұсынан басталып, жан-жағына пальметта стилінде таралған. Бұл дүниелер 10-18 ғасырлармен мерзімделеді. Терракотада, мозаикада, басқа да қыш қаптамалар бұл сарайлардың, кесенелердің қабырғаларын сәндеу, әрлеу үшін қолданылған. Біз бүгін ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енген Қазақстанның киелі жерлер географиясы жобасы аясындағы республикамыздың жалпыұлттық қасиетті нысандар тізіміне енген тарихи ескерткіш Сығанақ қаласының тарихымен танысып болдық. Келесі кездескенше аман сау болайық.